Осы видеода таңбаланған тауарды рекассада қалай сату керектігін көрсетеміз. Жұмысты бастамай тұрып таңбалау функциясын қосу керек. Ол үшін баптауларға, одан кейін түбіртекті баптауға кіріңіз де таңбалау функциясын қосыңыз. Таңбаланған тауарды бірнеше тәсілмен сканерлеуге болады. Бірінші қадам. Касса бөліміне кіріңіз. Бірінші тәсіл, штрих-код белгісін басыңыз. Таңбалау кодын сканерлеңіз, түбіртекке қосыңыз. Екінші тәсіл, позициялар бөліміне кіріңіз. Оң жақ жоғары бұрыштағы QR таңбасын басып, таңбалау кодын сканерлеңіз. Үшінші тәсіл, штрих-кодтарды сканерлегішпен жұмыс істегенде жай ғана таңбалау кодын сканерлеңіз. Сканерлеген соң жүйе бірден таңбалау коды мен атауын шығарып, ОТК базасындағы тауарды табады. Дұрыс жұмыс істеу үшін кассаңызды ОТК-мен кіріктіру керек. Сатылатын позициялардың саны мен бір бірліктің бағасын көрсетіңіз. Тауарларды түбіртекке қосқан соң төлеу тәсілін таңдаңыз. Сату дегенді басыңыз. Болды! Егер сатып алғаннан кейін клиентіңіз тауарды қайтарғысы келсе, осы нұсқалықтағыдай әрекет етіңіз. Касса бөліміне кіріңіз. Таңбалау кодын сатқан кезде көрсеткен тәсілдің бірімен сканерлеп, тауарды түбіртекке қосыңыз. Қайтарылатын тауардың саны мен бір бірліктің бағасын жазыңыз. Төлем тәсілін таңдаңыз. Экранның төменгі жағындағы басқа операциялар дегенді таңдап, қайтару дегенді басыңыз. Ашылған терезеден қайтару дегенді басып, сатып алушы қайтарған тауарды бір рәсімдеңіз.